Сәлем достар, қазір сіздермен таңғы асқа хачапури дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүт, жұмыртқа, тұз саламыз қалауымызша. Бұл жерде 3 щепотка тұз салдым. Және де сырды қосып, осы массамызды жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Ең соңында ұнымызды қосып, оны да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Табамызға сары майымызды салып ерітіп, барлық жерге жағылғанын қадағалаймыз. Үстіне дайын массамызды құйып, бетін тегістеп аламыз. Қақпағын жауып, баяу отта асты қызарғанша 2-3 минутқа қалдырамыз. Мінекей бізде асты қызарып пісті. Енді лопатканың көмегімен екінші жағына ауыстырамыз. Мына жерде дұрыс түспей қалса ешнәрсе етпейді. Лопаткамен жөндеп жібереміз. Бетін жауып, оны да асты қызарғанша 2-3 минутқа қалдырамыз. Мінекей біздің хачапуриіміз дайын. Ыстықтай ыдысымызға салып, пышақпен кесіп, дастарханға бірден ыстықтай ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Ас болсын!